Өздері тендер ұйымдастырып, тапсырыс береді, оны өздері жеңіп, өздері орындайды. Бұл әдеттегідей Алматы қаласында табылған күмәнді тендер. Алматының макетін құрастыруға 700 миллион теңге жұмсалмақ. Өздері ұйымдастырып, қалай өздері орындайды деген сұрақ ойыңызда тұр ма? Ендеше видеоны аяғына дейін көріңіз, лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз, видеоны тарата салыңыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тендерді Алматы қаласы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жариялады. Жаңа айтқанда 709 миллион теңгеге қала макеті жасалмақ. Нақтырақ айтайыншы, техникалық ерекшелікке сәйкес макеттің көлемі 546 шаршы метр. Салыстырмалы түрде бұл NBA баскетбол алаңынан сәл үлкенірек. Конструкцияда жер бедері, тау, өзен мен жоталар болуы тиіс, сондай-ақ көше, ғимарат, саябақ, тарихи ескерткіш пен басқа да нысандардың нақты орналасуы мен масштабы ескеріліп жасалуы қажет. Енді мынаған мән беріңіз. Жаңағы тапсырыс беруші мекеменің мекен-жайы Алматы қаласы, Абай 90 деп көрсетілген. Жеңімпаз деп танылған Алматы бас жоспар ғылыми зерттеу институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де дәл осы мекен-жайда орналасқан. Онымен қоса тендер тікелей келісімшарт жасау арқылы ұйымдастырылған. Себебі Алматы бас жоспар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшы ретінде Алматы қаласы әкімдігі мен оның қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы әрекет етеді. Тендердің сипаттамасында өзге де қызметтерді байқауға болады. Мысалы, бейнеролик дайындау. Макетке проекция ретінде 108 бейнеролик дайындалады. Ұзақтығы 8 минут. Сонымен қатар қаланың дамуын бейнелейтін анимациялық роликті дайындалады екен. Роликте қала дамуының 1854 жылдан бастап болашақ цифрлы Алматыға дейінгі кезеңдер көрсетіледі. Тапсырыс беруші желтоқсан 1986 жылғы митингдер мен полиция арасында қақтығыстарды да көрсетуді жоспарлап отыр. Себебі бұл тәуелсіздік үшін күрестегі маңызды кезең деп бағаланады. Барлық жұмыстар 15 желтоқсанға дейін аяқталуы тиіс. Демек, Алматы макеті қазірдің өзінде дайын болуы керек. Алайда тендерге қатысты сұрақтар көп. Ашық конкурс өткізу жоспары бола тұра, жеткізушінің тікелей таңдалғаны түсініксіз. Сонымен қатар хабарландыру жарияланып, келісімшартқа қол қойылған аралықта неге бар болғаны 3 күн ғана өткен. Әдетте мұндай процестерге 2 аптадан 1 айға дейін уақыт қажет етеді. Мемлекеттік орган мен оған бағынышты мекеме арасындағы келісімшарт сыбайлас жемқорлықтың қатерін арттырады. Толығырақ білгіңіз келсе, қазір төменге сілтеме қалдырамын, сайтқа кіріп танысып шығыңыз. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқыңыз.